Келесі бізде Audi 96 жылғы 2.6 механика 3,5 миллион дей ма. Газ бензин екен. 701 383 50. 91 жылғы Audi 2.6 механика 3,5 миллион дейді. 702 557 92 84. Мінекей артқы бетінен қарағанда өте керемет. Келесі Audi оның артына тұр. 94 жылғы 2.6 механика. Бағасын жыртып тастапты. 705 516 36 81. Іші де тап-таза сияқты өте. Механика. Сүйегі таза Audi сияқты. Өміріне хабарласып көріңіздер. Сосын бізде мына жақта 2 Audi тұр тағы да. 702 555. Ойбай, нөмір жаман артық жазып тастапты. Нөмір міне мынадай тұр. Нөмір дұрыс жазбаппын. Объем 2.3 екен. Одан кейін жанындағы Audиға көшейік. Бұл Audидің несі жоқ қой вообще. Номер көрінбейді ғой мынаның, я-мая. Мына Audидің номер вообще көрінбейді, ана мұз қатып қойған қатты. Жоқ, әрине жабық. Кім мынандай жерде ашық тастап кетсін. Одан кейін мында Audi 100, Audi 100, 2.6 объеммен. Бұның номер көрінетін жар ішінде. Бұның да номер көрінбейді екен. Не о чем болайын деп тұр жота. Номерін көреміз енді қазір бұның. Көрінетіндей қылайық. 92 жылғы объем 2 деп қойыпты бұның. Мінекей. Келесі мұнда өте әдемі Audilар тұр. Audi универсал. Номері еш нәрсесі көрсетілмепті. Келесі Audi 93 жылғы объем 2.6 газ бензин 701 365 46 75 дейді. Бірақ мына универсалдың номері еш нәрсесі жоқ. Мүмкін мынаның шығар білмеймін ше. Ешқандай данный қалдырмапты. Артына да жазып қалдырмапты ол универсал. Мейлі енді. Бірақ мына Audi әдемі екен енді. Механика. Әрине жабық тұр бұл барлығы. Шетелдегі де ашық тастап кетпейді. Бізде сондай. Одан кейін бізде мынадай Audi универсал 93 жылғы 2 куб дейді. Бағасы 1.3. 771 630 0055. Төбесіне багажник ұнап тұр енді маған бар ғой. Алдың мен Priora универсалымда енді бұндай багажник қою арман болып кетті ғой.
Тек қана мынаусы ғана бар еді. Күшті негізі, универсал көлік. Өз басыма қатты ұнайды. Сосын ыстық көрінеді. Алғың кеп тұрады да. Бұл бізде әрине механика екен. Жабық. Сырты мынандай енді түсінбедім, маты ойып тастаған ба, қалай бояп тастаған енді. Келесі көлік Лупарик. 97 жылғы, объем 2.8, 3 миллион 900 дейді бағасы. 707 007 74 01. Ішкі салонын көріңіздер. Автомат коробка. Одан кейін бізде мынадай Лупарик Элеганс комплектациясында 97 жылғы 2.8 объем 270 000 пробег дейді. 702, 721, 51, 91. Ценасы договорная деп қойыпты. Толықтай түсіріп шығайын. Бұл көлік кімге ұнайды? Төменде міндетті түрде пікір қалдырып кетсеңіздер. Бұл көлік өз басыма қатты ұнайды. Осын бір жездемнен алайын деп тұрып аламай қалғам мен. Тура сол кезде әлгі аурудың жүріп тұрған кезде де сол кезде басқа кісіге кетіп қалды да. Осындай бір көлікті аламай қалған жайым бар. Өте қатты қызықтым сол кезде ше. Енді қазір одан бері біраз уақыт өтті. Бұларды ескірді ғой негізі. Одан кейін бізде 94 жылғы Passat универсал 1.8 моно деп тұр. Бағасы 1 миллион 650, 747, 780, 80, 81. Opel универсал дискілері өте әдемі екен. 99 жылғы 16 клапан дейді, 2 миллион 350, 775, 177, 54, 84. Opel Astra бұл бізде. 16 клапан дейді. Механика. Ішкі салоны мынадай. Айнасында мынадай орналасқан екен. Күшті екен, Одан кейін бізде 94 жылғы 1.8 объеммен 1.4 миллион дейді бағасы. Бірақ телефон номері жазылмапты. Аудидің чехолын сап қойыпты енді. Ішіне механика. Бұл не? Volkswagen Vento ма, Passat па? Төменде жаза кетіңіздер. Сосын бізде мынадай Opel тұр. Жылы еш нәрсе жазылмапты. 705, 851, 78, 35. Қыз айдағаным көрініп тұр. Автомат екен. Мінеке артқы көрінісі. Мұнда 96 жылғы Golf тұр. 2,5 миллион дейді бағасы. 1.8 объем. 707 315 0706. Телефон номері. Хабарласыңыздар. Енді қымбат науағашы. Бұл мүмкін автомат шығар. Автомат екен бәсе. Автомат болмаса
мұншалықты бағалы тұрмайды ғой бұлар.